Так, бізде бүгін аттестация. Сондықтан кім қаншаға шығатын бүгін айтатын болам. Және де егер кімде-кім батылдық танытып, бірінші болып дайындықсыз сабақ айтатын болса, онда бір бағаға жоғары қоятын болам. Кім айтады сабақты? Апай, мен. Тәуекел? Мен. Айта қой. Жапонияның астанасы баяғыдан бері Токио болған. Мысалға Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері жақсы. Рейхстагқа туды Рахымжан Жақайым тіккен. Жоқ. Қошқарбаев тіккен. Ой, тоқтай тұршы, Тәуекел, не айтып кеттің? Қайдағы Жапония, қайдағы Қошқарбаев? Айналайын, математикада отырмыз ғой, саған 2. Апай, в смысле 2? Өзіңіз ғой айтқан, кім дайындалмай резко тез айтып беретін болса, соған плюс балл қойып берем деген. Вот, ничего не знаю, маған іш қойыңыз. Вот, мен экзаменнен өттім. Рахмет. Ей, отыр! Немене тұрып кеттің алар? Бәлелерің құрыш, сендерге қоймай мұндай баға. Отырыңдар.